Ассалаумағалейкум қазақ бауырым, сенімен бірге қазақша онлайн бизнес каналы. Сен бұл каналдан интернетте қалай ақша табуға болатынын біле аласың. Сондықтан да міндетті түрде каналға жазыл және де қоңыраушаны басуды ұмытпа. Бүгін мен саған Telegram боттар арқылы тапқан ақшаңды қалай шығаратыныңды көрсеткім келіп отыр. Бұл боттар арқылы тапқан ақшаңды көбіне Kiwi кошелегіңе шығарып алуыңа болады. Көп адамдардың Kiwi кошелегінде идентификация болмағаннан кейін бұл боттар арқылы тапқан ақшасын шығара алмайды. Яғни бұл Telegram боттар арқылы тапқан ақшаңды шығару үшін міндетті түрде Kiwi кошелегіңе идентификация жасатасың. Kiwi кошелегіңе идентификация жасату үшін өзіңнің қалаңдағы Kiwi'дің офисына документіңмен барасың. Егер де сенің жасың 18-ге толмаған болса, үйіңдегі үлкен адамның атынан Kiwi ашасың. Сосын сол үлкен адаммен бірге, үлкен адамның документімен бірге Kiwi'дің офисына барасың, Kiwi кошелегіңе идентификация жасатып аласың. Сосын Kiwi'ден кошелек ашқан кезде автомат түрде сенде екі счет ашылады. Біреуі теңге счет, екіншісі рублевый счет. Міндетті түрде сол екі счетыңа да идентификация жасатып аласың. Енді өзіңнің қалаңдағы Kiwi'дің офисінің адресін біліп алу үшін Kiwi'дің сайтына кіресің, Яндекстің немесе Google'дың поисковигіне kiwi.kz немесе kiwi.com деп жазасың. Мынандай сайтқа тап боласың. Содан кейін идентификация дегеннің үстінен басасың. Мына жерде көріп отырғаныңдай Қазақстанның барлық қалаларындағы Kiwi'дің офистарының адрестері, телефон номерлері, офистің жұмыс уақыттары барлығы жазылған. Мына жерде көрсетілген тізімнің арасынан өзіңнің қалаңдағы Kiwi'дің офисінің адресін біліп аласың, Kiwi кошелегіңе идентификация жасатасың. Менің ойымша Kiwi кошелегіңе тек қана осы жолмен идентификация жасатқаның дұрыс. Сонымен Kiwi кошелегіңе қалай идентификация жасайтыныңды түсіндің деп ойлаймын. Енді Telegram боттар арқылы тапқан ақшаңды шығару үшін ақша тапқан Telegram ботыңа барасың. Мен мысал ретінде мына Telegram боты арқылы тапқан ақшамды шығарып көрсетем. Егер де саған тағы да ақша табуға болатын Telegram боттар керек болатын болса, менің Telegram каналымнан қарасаң болады. Telegram каналымның ссылкасы осы видеоның описаниясында. Тапқан ақшамызды шығару үшін Telegram ботымызға барамыз. Мой кабинет деген кнопканың үстінен басамыз. Вывести деген кнопканың үстінен басамыз. Мына жерге Kiwi кошелегіміздің номерін жазамыз. Kiwi кошелегіміздің номерін жазып болғаннан кейін SMS қылып жібереміз. Балансымызда қанша ақша бар жазамыз. Тағы да SMS қылып жібереміз. Мына жерде көріп отырғаныңдай, ваша выплата будет произведена в течение 24 часов дейді. Яғни біздің шығарған ақшамыз Kiwi кошелегімізге 24 сағаттың ішінде түсетін болады. Видеоны тоқтатып тастап, видеоны қайтадан жалғастырып отырмын бірнеше сағаттан кейін. Бұл боттан ақшамды шығару үшін 13:39-да заявка жібердім. Бұл боттан мынандай сообщение келген. Ваша заявка на вывод средств обработана дейді. Сағат 18:29-да. Яғни бұл SMS 5 сағаттан кейін келді. Бұл боттан мынандай SMS келді деген сөз, менің Kiwi кошелегіме мына бот арқылы тапқан ақшам келді деген сөз. Kiwi кошелегіме келдім. Kiwi кошелегімнің историясын мана ашып қойдым. Обновление жасаған жоқпын. Қазір тексеріп қараймыз, обновление жасайым. Жаңағы бот арқылы тапқан ақшам келді ма, келген жоқ па, бірге көретін боламыз. Обновление жасайым. Көріп отырғаныңдай 30 октябрьде менің Kiwi кошелегіме 20 рубль түскен. Выплата от проекта Sapphire дейді. Яғни жаңағы Telegram боттан ақша келді деген сөз. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Егер де бұл видео саған ұнаған болса, бұл видеодан өзіңе бір пайдалы нәрсе ала алған болсаң, міндетті түрде видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс. Сонымен келесі видеода кездескенше.